мына ишикке кирип ойнайыкчы. Сәлем, жүр ойнайық. Сен кімсің? Сені танымадық қой. Мен Сіріңкемін, үйім жоқ, тұратын жерім жоқ, бірге дос болайықшы. Жарайды. Жүр онда далаға шығып, бірге ойнайық. Ой, қатты зерігіп тұрғанымдай, менің қалай жанатынымды көргілерің келе ме? Келіңдер, ойнайықшы. Ойнасақ ойнайық. Сені жағуға бола ма не? Мен не қызық. Жақпайықшы, қиын жағдайға душар болуымыз мүмкін. Қорқудың не қажеті бар? Бәрі орнында. Сендер жігіт емессіңдер ме? Жігіт қорқады ма? Мен тек жарық болып жарқыраймын. Соны көресіңдер. Қызық болады. Маған сеніңдер. Маған жарық жағыңдар. Енді не істейміз? Қашайық. Жалын шарпып барады. Үйге қарай барайық. Жоқ, біздің қашуымызға болмайды. Ауылды қорғауымыз керек. Біз не істедік? Біз Сіріңкеге сеніп қалып қой. Мен аяусызбын және қатыгезбін. Мені сыналмайсыңдар. Балалар, сендер зеріккен жоқсыңдар ма? Мен сендерге өрт шығарып берейін. Міне, түтін мен жалын қаптады. Енді не істейміз? Өртті қалай сөндіреміз? Қорқынышты. Бізге кім көмектеседі? Өрт сөндіру қызметін шақырайық. Өрт сөндіру қызметінің телефон номері 101. Тездетіп 101-ге қоңырау шалайық. Алло, өрт сөндіру қызметіне жедел жетіңізші. Ойын алаңын өрт шалды. Не болды балалар? Қорықпаңдар. Біз қазір сөндіреміз. Алақай! От сөнді. Бәрі артта қалды. Енді бұдан бұлай Сіріңкемен дос болып, онымен ойнамаймыз. Сен Сіріңкені алмаймыз дейсің ау. Біздің үйшігіміз бен ойын алаңымыз өртеніп кетті ғой. Сіріңке, сені бұдан бұлай іске араластырмаймыз. Және сен енді балаларға жолама. Үлкендерге қызмет ет. Бұдан бұлай өрт шығарма. Рахмет сіздерге, өрт сөндіруші ағайлар. Біз көмекке асығамыз. Өртті сөндіріп құтқарамыз. Сіріңке ойыншық емес балалар. Тағы бір жерді өртеп алып, бізді шақырып жүрмеңдер. Отпен ойнамаңдар.
ойлама